Қайырлы күн, қымбатты білімгерлер. Біз бүгін мектепке дейінгі және бастауыш мектеп психологиясы пәні бойынша 3-ші дәрісімізді бастаймыз. Енді кішкене өткен сабаққа шолу жасап өтетін болсақ, екінші дәрісте біз мектепке дейінгі шақтағы баланың психикалық процестерінің дамуы, яғни қандай психикалық процестерді өттік. Танымдық үрдістерді қабылдау, түйсік және зейінден өттік. Жалпы түйсік дегеніміз не, қабылдау дегеніміз не, зейін дегеніміз не, олардың мектепке дейінгі балаларға әсері, түрлері, даму жолдары, қандай факторлар әсер ететіндігі барлығы жөнінде біздер мағлұмат беріп өттік. Олай болса, біз бүгін тақырыбымыз мектепке дейінгі балалардың танымдық процестерінің дамуы, яғни бүгін өтеміз есті, ойлауды және қиялды өтеміз. Жоспарымызда 5 сұрақ қамтылған. Осы сұрақтар бойынша бүгін дәрісімізді толықтай ашамыз. Олай болса, мектепке дейінгі шақ келесі біздерде баланың танымдық іс-әрекетінің қарқынды және сапалы өзгерістер орын алатын кезеңдерінің бірі болып табылады. Бұл кезеңдегі танымдық үрдістер ес, ойлау, қиялдың басты ерекшелігі ретінде олардың ырықсыздықтан, яғни еріксіздіктен еріктілікке өтуі болып табылады. Негізгісі келесі біздерде, яғни осы кезеңде бала қоршаған дүниені танып білу барысында көріп, ұстап, естіп, байқап қана қоймайды, сонымен бірге оларды есте ұстайды, салыстырады, елестетеді, ой қорытындыларынан өтеді. Біз өткен сабақта да айттық, бұл жастағы балалардың жетекші әрекеті ойын, соның ішінде сюжеттік, рөлдік ойын дедік. Яғни бұл ойын барысында бала тек қоршаған әлемді танып қана қоймайды, сонымен бірге өзінің танымдық процестерін белсенді түрде меңгере бастайды. Енді сөздің рөлі, сөз дегеніміз енді тіл ғой, тіл арқылы жүреді барлық функциялар. Сондықтан осы сөзде танымдық процестерді ұйымдастыру мен реттеудің негізі құралға айналады. Ересектердің нұсқауы, баланың ішкі сөйлеуі, есі, зейіні және ойлау әрекеттерін бақылауға мүмкіндік береді. Содан кейін біздерде жоғары психикалық функциялардың қалыптасуы, яғни бұл дегеніміз ырықты ес, сөздік логикалық ойлаудың алғашқы элементтері қалыптасады. Бұл баланың мектептегі оқу әрекетіне дайындығын көбінесе қамтамасыз етеді. Осы кезде осы танымдық процестерді дамуын зерттеу барысында осы балалардың жас ерекшеліктеріне сай түрлі зерттеулер, ғалымдардың зерттеулері болды. Яғни айтап өтетін болсақ, бізде қазақстандық ғылымда танымдық процестерді зерттеушілердің қатарына Жақыпов дейміз, Асылханованы ерекше атап көрсетуге болады. Яғни бұл дегеніміз мектепке дейінгі балалардың танымдық үдерістерін дамыту механизмдері мен технологиялық әдіс-тәсілдерін жаңағыдай құрастырып зерттеп шығарған, яғни өздерінің тұжырымдамаларын берген. Ол дегеніміз осы Жақыптың зерттеу жұмыстарында танымдық іс-әрекеттерді қалыптастыру мәселесіне арналған. Осы өз зерттеулерінде ғалым біріккен диалогты іс-әрекет нәтижелері мен мағыналарының, мақсаттарының арасындағы байланыстар мен қатынастарды қалай жүзеге асырылатындығы жөнінде өзінің тұжырымдамасын берген болатын. Сол сияқты ресейлік психологтар Пиаже, Выгодскийдің осы таным үрдістерінде, соның ішінде баланың жеке даралық психологиялық ерекшеліктерін зерттеу еңбектеріне талдау арқылы меңгереді. Көбінесе осы ғалымдардың еңбектері осы біздің танымдық үрдістерді оқып зерттеу білуге, ары қарай бізге педагогикалық, психологиялық тұрғыдан басшылық алуға негіз болады. Енді бізде еске келетін болса, танымдық үрдістің бірі ес. Енді бұл танымдық үрдістерді сіздер тереңірек психология пәнінен оқыдыңыздар. Тереңірек тұрғыда. Дегенмен де естің анықтамасына беріп, ес дегеніміз не анықтамасын айтып өтетін болсақ, ес адам санасының негізгі танымдық үрдістерінің бірі болып табылады. Ол ес арқылы бала қоршаған ортадан алған әсерлерді сақтайды, қайта жаңғыртады, қажет кезінде қолдана алады. Сол сияқты мектепке дейінгі шақта ес процесі көбінесе ерекше қарқынды дамиды және мектепке даярлықтың негізгі алғы шарттарының бірі болып табылады. Келесі біздерде осы мектепке дейінгі шақтағы естің түрлері және олардың дамуына келетін болсақ, ең бірінші қимыл қозғалыс есі деп айтамыз. Ол дегеніміз не? Қимылдар мен әрекеттерді есте сақтау. Мысалы, билерді,
немесе ойын ережелерін қайталау. Әрбір ойында өзінің ережесі болады ғой, соны қайталау. Дәл осы бірінші қимыл қозғалыс есіне жатады. Келесі біздерде эмоциялық ес дейді. Бала ойын арқылы өзіне әсер еткен қуанышты жағдайларды, немесе ренішті нәрселерді, сәттерді ұзақ есінде сақтайды екен. Эмоцияға беріліп сақтайды. Дейміз, былайша айтқанда, келесі біздер бейнелік ес дейді. Белгілі бір заттардың түрін, түсін, дыбысын есте сақтау. Мысалы, жаңағыдай суреттерді қайта салу, немесе белгілі бір әуен берілсе, соны әуендерді қайталау болып табылады. Ал енді келесі бізде сөздік логикалық ес. Яғни баланың жасына қарайтын дамитын маңызды түрі бұл 6 жас. 5 жасқа толып 6 жас шамасында бала сөздерді, әңгімелерді саналы түрде оқып жаттай бастайды екен. Яғни бұл 5 жас дейміз. Қазір мектепке даярлық топтарының бірінде болатын дүние. Келесі біздерде естің келесі мына Ресей ғалым Истоминованың осы 3 жастан бастап 7 жасқа дейін балалардың есінің дамуын 3 дәрежесін анықтап берген. Яғни бірінші дәрежесіне тән сипат дейді. Ол дегеніміз бала еске сақтайды, еске түсіру үшін арнайы мақсат қоймайды. Екінші дәрежесінде бала еске сақтауды ешқандай арнайы тәсілдерді пайдаланбайды, бірақ ол жүзеге асады. Ал үшінші дәрежесі бойынша осы кезеңде бала еске сақтап, қайта жаңғырту үшін арнайы әдіс тәсілдерді пайдаланады. Еске сақтау мақсатты түрде жүзеге асатынын айтқым келіп отыр. Истомина бойынша бұл дегеніміз. Келесі біздерде, яғни мектепке дейінгі жастағы балалардың естерінің ерекшеліктеріне не жатады? Бұл кезде еріксіз есінде басым болады. Ол дегеніміз не? Яғни кішкентай балалар әлі де болса арнайы мақсат қоймайды алдына. Олар өздеріне қызықты нәрселерді, яғни өзіне қызыққан нәрселерді, яғни жарқын эмоционалды оқиғаларды олар өздеріне оңай жаттап алады екен. Яғни ол дегеніміз мысалы топқа түрлі түсті бір жаңадан келген ойыншықтар болса, бала өмір бойы оны есіне сақтап қалады, немесе сол ойынмен арқылы ойнаған дүниелерін бәрін есте сақтайды. Келесі біздерде бейнелік ес деп айтамыз. Бейнелік ес балалардың, заттардың, суреттердің, оқиғалардың бейнесін жақсы сақтайды негізі. Сондықтан суреттер, ойыншықтар арқылы берілген ақпарат ол есте жақсы сақталынады. Яғни былайша айтқанда көрнекі құралдар дейміз ғой, балаларға берілетін сол бейнелік есте ұзақ уақыт сақталынады екен. Келесі тағы да бір естің мектепке дейін жастағы ерекшеліктері. Яғни бұл кезеңде ес кәдімгідей өзгерістерге ұшырайды. Бірақ соның кейбір ерекшеліктерін ескеру қажеттігін сіздерге атап өткім келіп отыр. Олай болса қысқа мерзімді ес әлсіз болады бұл кезде. Яғни осы жастағы балаларда ақпаратты қысқа мерзімде есте сақтау қабілеті өте әлсіз болады. Олар ақпаратты саналы түрде ұзақ уақыт бойы сақтай алмайды екен. Ал қайта жаңғыртудың ерекшелігіне келетін болсақ, бұл кезде есте сақтау қабілеті эмоционалды және визуалды байланыстарға негізделеді. Оларға қызықты және бейнелі ақпаратты есте сақтау оңай болады. Жаңа осының алдында атап өттік қой сіздерге. Ал енді еріксіз естің басымдығына келетін болса, бұл жаста балалар мақсат қоймай, тек ойын барысында немесе өзіне сондай бір қызықты іс-әрекет арқылы ақпаратты оңай есте сақтай алады бізде. Келесі айтап өтетін болсақ, осы 5-6 жастан бастап балада ерікті ес дами бастайды. Бұл кезеңде арнайы жаттап алу, өлең, тақпақ, ертегілер, яғни жоспар бойынша есте сақтауға күш салады, қайталап оқиды, бөлшектерге бөліп жаттау қабілеті пайда болады. Яғни бұл дегеніміз 5 жас дегеніміз, яғни айтып отырмын ғой, жоғарыда да айттым жаңа сіздерге, мектепке даярлық тобы. Келесі біздерде, яғни естің бұл жерде жалпы сіздерге ерекшелігін, дамыту жолдарын, факторларын бәрін айтып өттік. Олай болса, қазір біздерде ойлау. Ойлау дегеніміз ең танымдық әрекеттің жоғарғы сатысының бірі. Ойлау кімге ғана тән? Сіздер оқыдыңыздар, оны философиядан оқыдыңыздар. Адамға ғана тән үдерістің бірі. Олай болса, ойлау дегеніміз баланы шындықты танудағы ең жоғары психикалық процесс. Ол арқылы бала заттар мен құбылыстарды арасындағы байланыстарды, себеп салдарларды, барлық қатынастарды түсінеді. Ойлау тек қана ақпаратты қабылдау ғана емес. Бұл дегеніміз оны
талдау, синтездеу және жаңа білім алу құралы болып табылады. Мектепке дейінгі кезеңде ойлар қарқынды дамиды. Баланың қоршаған орта туралы терең білім алуына және күрделі мәселелерді шешуге қабілетті болуына мүмкіндік береді. Яғни бұл дегеніміз мектепке даярлық алудың негізі болып табылады. Әсіресе бұл кезеңде баланың сұрақ қоюы, салыстыруы, жалпылауы ойлау процесінде дамып жатқанын көрсетеді. Сонымен қатар ойлаудың даму баланың сөйлеу қабілетімен негізі тығыз байланысты. Сөз баланың ойын нақтылауға, оны басқаларға жеткізуге көмектеседі. Келесі біздерде, яғни ойлаудың бұл бірінші түрлері және даму кезеңдері. Қандай түрлері бар және даму кезеңдеріне тоқталып өтетін болсақ, ең бірінші 3-4 жаста көрнекі әрекеттік ойлау. Оны қалай түсінесіздер? Көрнекі әрекеттік ойлау дейміз. Жаңа осының алдында айтып отырмыз ғой. Яғни бұл дегеніміз бала міндеттерді нақты заттармен тәжірибелік әрекеттер арқылы шешеді. Мысалы, ойын, құрылыс ойыны дейміз ғой, сол жерде текшелерді орналастыру, немесе жұмбақтарды құрастыру, алайда бұл кезеңде оның рөлін біртіндеп азайтып отырамыз біздер. Ал енді келесі көрнекі бейнелік ойлау бұл 4-6 жаста қалыптасады. Бала міндеттерді, бейнелерді, жаңағы елестерді, схемаларды пайдалану арқылы шешеді. Заттарды тікелей көзімен көрмей, олардың бейнесін не істейді, санасында ұстай алады. Яғни, мысалы, карталар, сурет немесе схема бойынша әрекет ету, сол сияқты бұның барлығы баланың қиялының дамуына бейнелі ойлаудың екеуінің әрекеті тығыз байланыста болатындығын айтуымызға болады. Келесі біздерде түрі сөздік логикалық ойлау. Бұл 5-6 жас шамасындағы мектепке дейінгі шақтағы балаларда жүреді. Яғни ұғым, сөздер және логикалық амалдарды қолданумен осылар арқылы ойлауға көше бастайды. Бұл дегеніміз, яғни салыстыру, топтастыру, жалпылау, себеп салдарлық байланыстарды орнату, сол сияқты қарапайым логикалық амалдарды ойын мен оқу әрекеттері арқылы меңгере бастайтындығын атап өткіміз келіп отыр. Келесі біздерде, яғни көрнекі әрекеттік, жаңа мен сіздерге айтып өттім, 3-4 жастағы баланы әрекет арқылы түсіну. Келесі біздерде, бұның бәрі жаңағы неде айтылып өтті. Одан кейін барып, енді жаңағы ойлау кезінде негізі белгілі бір факторлар әсер ететін негізі ойлауға да. Ойлаудың дамуына да әсер ететін факторлар, ол дегеніміз ең бірінші ойынды айта беретініміз, ол жетекші іс-әрекет болғандықтан, бұл кезеңде міндетті түрде ең бірінші ойын және тәжірибелік іс-әрекеттері. Жаңа ойлау мен сөйлеудің байланысы бар дедік қой, яғни сөйлеу тілінің дамуы арқылы. Келесі бізде ересектермен, құрдастарымен қарым-қатынаста, немесе ересек педагог тәрбиешілердің балаларға нұсқау беруінде. Одан кейін барып ойлауды дамыту жолдарына келетін болсақ, айттық қой жаңа тағы да салыстырады, топтастырады, талдайды және жинақтау тапсырмалары міндетті түрде беріліп отырады, жас ерекшеліктеріне байланысты. Одан кейін танымдық ойындар. Мысалы, танымдық ойындар өте көп қой. Мысалы, артық затты тап дейміз, немесе сәйкестендір. Қайсысы артық деген сияқты көптеген ойын тапсырмаларын беру арқылы балалардың ойлауын дамытуға болады. Одан кейін барып сурет арқылы өзінің ойын айту. Мына суретте не көрініп тұр? Қандай жыл мезгілі, немесе қандай түрлі түсті заттар тұр? Соның барлығын жаңа өзінің суретке қарап отырып ойын айту арқылы да біз не істейміз, дамыта аламыз. Келесі бізге осы себеп салдарлық байланысты орнату арқылы да балалардың ойын дамытуымызға болады екен. Олай болса біздерде қазір қиял деген өте бір тамаша керемет тақырып, қиялдамайтын адам болмайды, қиялдамайтын жалпы жаңағы тіршілік иесі болмайды. Соның ішінде енді адамның бәрі қиялдай білу керек. Қиял дегеніміз армандай білу керек, өздеріңізде талай балалық кезеңде қиялдар болып, армандарыңыз орындалып жатқан шығар, осы қиялдың негізінде деп ойлаймын сіздерде. Яғни бұл жерде келетін болса қиялдың анықтамасы. Қиял адамның дейді шынайы өмір тәжірибесін өзгертіп дейді, жаңа бейнелер мен жағдайларды ойша құрастыруға біледі. Көрдіңіздер ғой? Яғни ол дегеніміз адамның шындықтағы бейнелер мен әсерлер негізінде жаңа бейнені қалыптастыру, құрастыру болып табылады. Мектепке дейінгі жаста қиял
ерекше қарқынды дамитын кезең. Қиял дегеніміз ол шығармашылық қабілеттің, ойлаудың дамуына тікелей ықпал етеді. Ал енді мектепке дейінгі шақта осы қиялдың ерекшелігіне келетін болатын болсақ, 3-4 жаста қиял ойын әрекетінде көрінеді. Мысалы, анасы ойнауы, немесе дәрігер, құрылысшысы ойнау, осылардың барлығы әсер етеді. 5 жаста қиял белсенді дамиды. Бала жаңа ертегілер ойлап таба алады, сурет салады. Қиялдағы бейнелерді шынайы өмірмен байланыстыра алады. Енді 6 жаста қиял шынайылыққа жақындайды негізінде. Бала арман құрап, болашаққа жоспар құрып бастайды. Өмірлік тәжірибеге сүйене отырып, жаңа жағдайларды есінде сақтауға тырысады. Келесі біздерде, яғни осы қиялдың түрлері: ерікті қиял және еріксіз қиял. Ерікті қиял дегеніміз не? Оған келетін болсақ, бала арнайы мақсатпен ойша бейнелер жасай алады. Мысалы, ертегі құрастыру жатады оған. Ертегі құрастыру енді жас ерекшелігіне қарай, ол мектепке даярлық тобында. 5 жастың аяғы 6 жасқа таяған уақытында. Ал енді еріксіз қиял, ол бейнелер өздігінен пайда болады. Мысалы, ұйықтар алдында келген ойлардан белгілі бір бейнелер пайда болуын айтады екенбіз. Енді қиялды дамыту жолдарына келетін болсақ, бұл шығармашылық тапсырмалар көбінесе қиялды дамытуда беріледі. Сурет салу, ертегіні ойлап табу, әңгіме құрастыру, рөлдік ойындар. Енді рөлдік ойындар өте көп қой: дүкен, аурухана, мектеп сияқты ойындар қиялды шынайы өмірмен ұштастырады. Енді қазір өздеріңіз білесіздер, біздің балдарымыздың қолында не бар? Электронды гаджет дейміз ғой, солар бар. Солар арқылы да бәрін сол цифрлық білім беру платформаларын қолдана отырып та, қазіргі балдарымыз өте керемет қиялы. Солар арқылы да олар дайындай алады. Одан кейін барып театрландырған ойындар дейміз ғой: қуыршақ театры, сахналық қойылымдар. Өзі мектепке, ұйымға, арнайы балабақшаға сондай нелер келеді, өзі театрлар келеді. Балалардың жас ерекшелігіне сәйкес өздері арнайы театрлық қойылымдарын әкеліп көрсетеді. Мінекей осы кезде балаларда қиялды дамыту жолдары өте жоғары деңгейде қалыптасады. Енді бұл қиялдың педагогикалық маңызына келетін болса, қиял ол шығармашылық қабілеттердің еркін ойлаудың негізі болып табылады. Қиял дамыған балада өзінің болашақта деген оқу әрекетіне деген қызығушылығы өте жоғары болады. Шығармашылық көзқарасы қалыптасады. Жаңа идея табу қабілеті жоғары деңгейде болады. Яғни осы педагог қиялды дамыту үшін ойын мен өнерге сүйенген әдістерді кеңінен қолдану қажет екен. Яғни сурет, музыка, әдебиет, өлең, тақпақтар айту, белгілі бір авторлардың, ақындардың, жазушылардың, мінекей осылардың барлығына негізінен не істеу керек? Сүйену керек екен. Енді осы қиялдың келесі біздерде қиялдың ерекшеліктері: қабылдаудан туындайтын қиял болады, қайта жасаушы және шығармашылық қиял дейді. Яғни біз алдыңғы сабақта өттік қой, қабылдау дегеніміз не? Яғни осы қабылдаудан туындайтын қиял. Алғашқыда қиял дейді, тек қабылдаумен, заттармен әрекет етумен тығыз байланысты болады. Бала бір затты басқа зат ретінде пайдаланады. Мысалы, таяқты не істейді? Ат ретінде пайдаланады. Екі аяғының арасына салып, атты таяқты салып, шаптым деп, ура деп, мінекей сондай бір мысалдар болады ғой. Ал енді қайта жасаушы және шығармашылық қиялға келетін болса, қайта жасаушы қиял дейді, ертегілер, әңгімелер, суреттерді тыңдау арқылы образдарды қайта жасайды. Ересектердің сипаттамасы бойынша бейнелерді елестету қабілеті дамиды. Бұл кезде енді ата-аналардың рөлі өте зор деп есептеймін. Себебі кешкі жатар орнында балаға ертегіні оқып беру, немесе ертегіні тыңдату баланың қиялының дамуына, шығармашылық қиялының дамуына үлкен жол ашады. Ал шығармашылық қиял дегеніміз, яғни ойын, сурет салу, құрастыру, әңгіме құрастыру, яғни баланың жаңа образды, жаңа жағдайларды, сюжеттерді өз бетінше құрастыру дағдыларын қалыптастырады. Енді қиялдың автономдығы дейді, оны сіздер қалай түсінесіздер? Бұл негізі 6-7 жасқа қарай. 6-7 жас, 5 жасқа толып, 6 жасқа аяқ басқанда негізі. Қиял енді тікелей затқа сүйенбейді бұл кезде, тек сөздің көмегімен іске асады. Яғни баланың ойындағы бейнелер тұрақты болып бастайды, ойынға, суретке, әңгімеге ұласады. Бұл жерде қиялда сөздің рөлі өте орасан зор, өте үлкен рөл атқарады. Сөз арқылы бала қиялдың нәтижесін жоспарлайды, бекітеді және басқаларға жеткізеді бізде. Келесі
Бұл енді бізде мына танымдық үрдістерді өттік қой, танымдық үрдістеріне бір-бірімен өте тығыз байланысты дейміз. Яғни тығыз байланысты болатының мектепке баланы даярлауда, яғни оның үшін табысты дайындауда осы танымдық үрдістердің, естің, ойлаудың, қиялдың, алдыңғы өткен тағы да қабылдауымыз бар, біздің жаңа сөзіміз бар, есіміз бар, соның барлығы бір-бірімен үйлесімді түрде дамиды. Бұл қабілеттер бір-бірімен тығыз байланысты және бірін-бірі үнемі толықтырып отырады. Яғни оқу процесінде ақпаратты тиімді қабылдауға және оны тиімді өңдеуге мүмкіндіктер береді. Яғни бір-бірімен байланысқанда мінекей ес, ойлау, когнитивтік даму және қиял дамуы осы слайдта көрініп тұрсыз. Енді осы танымдық үрдістердің, естің, ойлаудың, қиялдың мектепке даярлаудағы маңыздылығы неде деп? Сондай сұрақ туындауы мүмкін ғой сіздерде. Бұны не үшін оқып жатырмыз біз бұл танымдық үрдістерді деп? Сіздер бастауыш сынып мұғалімі болғандықтан бұны сіздер білулеріңіз керек. Яғни ес бойынша айтатын болсақ, ырықты есте сақтау қабілеті оқу материалын саналы түрде меңгеруге, ұзақ уақыт бойы сабақтың мазмұнын есте сақтауға мүмкіндік береді. Ал ойлауына келетін болсақ, сөздік логикалық ойлаудың алғы шарттары ұғымдарды меңгеруге, тапсырманың шартын түсінуге, логикалық есептерді шешуге қажеттігі өте зор. Ал енді қиялға келетін болсақ, оның ішінде шығармашылық қиял, жаңа ақпаратты игеруге, оқу тапсырмаларын орындауда жаңа шешімдер табуға, сөйлеуді және шығармашылық жұмыстарды дамытуға ықпал етеді. Келесі біздерде тағы да бір несі, осы танымдық үрдістердің бір-бірімен алдыңғы өткен сабақпен қабылдаумен де барлығымен байланысын келесі сабақтарда өтеміз. Олай болса бізде қорытындыға келетін болсақ, мектепке дейінгі шақ, ес, ойлау, қиял сияқты танымдық үрдістердің ырықсыздықтан немесе еріксіздіктен еріктілікке немесе ырықтылыққа өтумен сипатталатынын бүгінгі дәрісте айтылды. Бұл кезеңдегі басты жетістік ойлаудың көрнекі бейнелі түрінің дамуы мен сөздік логикалық ойлаудың алғашқы элементтерінің қалыптасуы және де бұл процестердің барлығы ойын әрекеті арқылы жетілетіндігі, сол сияқты баланың мектепке табысты дайындығының негізі болып табылатындығын атап өткім келіп отыр. Және де осы танымдық қабілеттердің өзара байланысты дамуы баланың қоршаған әлемді тануға деген белсенділігін, қызығушылығын арттырады. Олай болса, бүгінгі 3-ші дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Келесі дәрісте кездескенше. Рахмет.